Assalamu alaikum. Daha bir жол туғандар. Мынандай сементал породасындағы торпоқторды, подсос торпоқторды азыр Өзбекстандан келген, жайылма деген айылдан келген туғандарға алышқа жардам бердім. Бұларды біз азыр хакасы. Мынасы подсос емес екен, қалғаны бүт подсос. 7 баш подсос алдық мінеке. Азыр бұлардың мұрдына пластмасса иліп қойып, 2 күн енелерін көндірөбүз. Ушундай 200 кило тирүү салмағы шыққан, 220 кило шыққан торпоқторды бұйырса алдық. Туғандар кимге подсос торпоқтор керек болса Өзбекстанға жайылмаға барады. Азыр мұрдына пластмасса иліп қойшат. Шығарыш керек пе? Шуны шығарыш керек, мына тоқолын. Так, мына шу. Қойғанда бұлар стресс болған емес. Стресс болған емес. Азыр мінеке загонға, расколға кіргізіп. Мындай бізден Абаканда бізге жардам беріп жүрген қырғыз туғанымыз бар. Байшака, қол көтеріп қойыңыз. Байшаканың номерін байлап қойым. Абакандан мал, тай, жылқы заказ қылам десеңіздер, прямо эле ушул адамға чалып туруп, кеңешип, качан кандай мал алса болот, бәрін айтып берет. Жок болсо айтат жок деп. Мал таап бергенге Абакандан, Хакасиядан эмеси жетет себеп. Ушул адам аркылуу дагы биз мал табышка эме болдук, ээ болдук. Онда мұрдына мынандай пластмассаларды иліп қойыңыз. Бұлар торпоқтор енесінің желініне барып сүт емейін дегенде сайып қалғанда енесі қуала баштайды. Қуалаганда бұл сүттен шығып қалады. Бұлар бізге 2 күн сүттен шығып қалыш керек. Азыр мына Байшаке баш болып, баштан қармап азыр жардам беріп жатыр.